Ассалаумағалейкум, арғымағатты көлік еткен, қу түлкіні бөрік еткен қазақ жігіттері. Бүгінгі шолуда Рено Аркана туралы айтатын боламыз. Қазақстанға жаңадан келіп жатқан. Кет! Бүгінгі автошолуда әлде де құпиясы ашылмаған Рено Аркана жайлы айтатын боламыз. Жалпы Аркана сөзі ағылшынша айтылғанда құпия деген сөзді білдіреді. Әрине бізге әрі құпия болып тұр. Бұның шана купе кроссовер платформасында жиналып шығарылған. Ешқандай дәстүрге қатысы жоқ. Алдыңғы светодиодты жарық шамдар бар. Және мынандай әдемі хромдар бар өзгеше. Және де мұрт секілді қылып мынандай қылып салып жіберген. Әрине бұлар көліктің көркін ашып тұр. Достар, арт жағына келетін болсақ та, артқы шамдарда сондай светодиодты қосылып кеткен ұзын сызықпен әдемі болып тұр, өз көркін ашып тұр. Достар, мына көліктің мына қаптал тұсынан қараған кезде өзіңіз байқап тұрған шығарсыз, қай көлікке ұқсап тұрған? BMW X6-ке ұқсап тұр. Әрине әдемі көрік беріп тұр оның өзі. Жалпы бұның шанағы басқа Реноларға қарағанда әбден өзгеше. Достар, бірақ артқы дөңгелегінде бір айтып кетерлік, мұнда барабан, алдында дискі. Өзгерістер сондай. Білмеймін, жетістіктері солай болып тұр ғой. Достар, енді бұл көліктің ішінде қандай функциялары бар, соны таныстырып жіберейік айтып. Жігіттер, ішкі интерьеріне келетін болсақ, әрине мультируль мұнда, руль жылытқышы бар ішінде, климат контроль, штатный магнитола мұнда. Және бұның толық нұсқасында үлкен экранмен бар. Ішінде жақсы мультимедиамен. Достар, мұнда бірінші бастапқы келуі салонға. Яғни мұнда келіп, толық нұсқаларына да заказ беріп алуға болады. Жалпы көліктің ішкі беті өзгеше, басқа Реноларға қарағанда вообще ұқсастықмен көріп тұрған жоқ. Бір пастельге ұқсайтын бір жерін іздеп жатыр, бірақ таба алмай жатырмын мен. Мұнда отырғыштар, жылытқыштар бар, екі функциямен жай қоюға болады және қатты жылытуға болады деген сияқты. Толық нұсқасында арт жағында да бар ондай жылытқыштар, және климат контрольмен келеді. Бұлардың бағасы 7 миллион 600-ден бастайды, 11 миллион 900-ге дейін комплектациясы бойынша. Енді жүрісін көрейік қалай екен. Құпиясын ашып жіберейік. Жалпы ағылшынша айтқанда құпия деп айтады екен ғой бұл көлікті. Жүрісіне келетін болсақ, электро күшейткішті рөлдері. Бұрылыстарда затта жаңағыдай таю заты жоқ, ол жағына мықты қаралған. Бұл көлікте жаңа айтқанда екі түрлі қозғалтқыш қойылады. Бірде 3 турбо надувпен және осындай 1.6 қозғалтқыш. Мұнда яғни 1.6 қозғалтқыш. Олар алғыр болып саналады және бірде 3 қозғалтқышында турбода 4 ВД, бірде 3 қозғалтқышында бұның. Оның жүрісі әше өзгеше. Көліктің жүрісі өзіне сенімді. Көзді ашып жұмғанша фух етіп жүзге шығады. Көзді ашып жұмғанша фух етіп өте шығам. Машинаның іші түтін сырты шаң-шаң. Бір орында тұрмай қозғалыста болсаң, жылынасың тоңсаң, как минимум. Достар, қозғалтқышы. Газовый көтергіштерді аямапты. Мұны қойғанына бірден алып кетіп тұр. 16 клапан қозғалтқыш. Бірде алыпты, өздеріңіз көріп тұрғандай, кондиционерді жақсы көтеріп тұр. Және жақсы мұздатып тұр. Астының клиренцесі, достар, 205 мм болып келеді. Яғни шамалы джиптермен бірдей. Шамалы биіктерден өтуге болады. Достар, жүк салғышына келетін болсақ, 380 литр. Онда біраз зат сыйып кетеді ішіне. Онда қосалқы дөңгелек. Маңғыстауға дәл келеді екен газ салуға. Мұнда қалташалары бар мұнда. Ішінде домкраты мен буксирі бар екен ішінде. Көлік сөйлегіш. Артқы орындықтарды жатқызуға болады, яғни мына екі затпен тартып ыңғайлы қылып алуыңызға болады. Және Аркана деген жазу әдемі көрініп тұр.
көліктің ішкі дизайны, былай жүрісі шыны керек, маған қатты ұнады мынау көлік. Алды мені сиқырлап француздық құпия. Aldı meni sıkılap, ertengi kun құпия. Salınba sen vayımға, Almatıda kaldın ba. Josparыңды құрып ал, dostlarыңды жиып ал. Бізбен бірге көңіл көтер. Intervient, oder realvisen retifiant, oder biologien retiant, je de biologien retifiant. Aber die gelden de confiant, je droeg on die in retifiant. Meer dan de wieleren zirtiant, oder biologien retifiant. Достар, осымен шолуымыз аяқталды. Француздық құпия көлігіне. Шынымен де құпия екен. Ашылмаған сырлар әлі көп сияқты. Достар, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін әрдайым осындай контенттерді шығарып отыратын боламыз. Қош сау болыңыздар.